Байқайсыздар ма? Жаназада құрметті имамдарымыз қандай адам еді деп сұрайды. Сонда баршасы бір ауыздан жақсы адам еді дейді. Кешіресіздер ме десеші, бәрі бір ауыздан кешіреміз дейді. Енді мен ойлаймын да, бауырлар, біз бірін-бірімізді кешіру үшін, бірін-бірімізді мақтау үшін өлу керек шығар сонда. Неге біз көзіміздің тірісінде бірін-бірімізді кешіре алмаймыз? Неге біз тірі күнімізде бірін-бірімізді мақтай алмаймыз? Неге біз тірі кезде бірін-біріміздің қадірімізді білмейміз? Бауырым ғой, кешіре қойсайшы десем не дейді? Қалай кешірем мен оны? Оның маған жасаған нәрселері деген сияқты да. Қандай адам десең, оңбаған, не болмаса енді жақсы адам, бірақ кемшілігі бар деген сияқты. Оны Абай атамыз айтады. Өлген адамның жаманы жоқ, тірі адамның өсектен аманы жоқ дейді. Енді қараңызшы бауыр, өлгеннен кейін кешіреді екенсіз ақыры да. Неге көзінің тірісінде кешіріп жүрмейсіз? Рахаттанып жүрсің да жарықтық. Өлгеннен кейін жақсы адам еді деп айтады екенсіз. Көзінің тірісінде мақтасаңызшы, қуанып өмір сүрсін да. Шындап келген кезде қасымызда жүрген адамдардың әр қайсысының орны бар. Әр қайсысы біз үшін бағалы, қымбат. Бірақ ол адамның орны босаған кезде білінеді. Дүниеден өткен кезде ғана адамның қадірі, орны білінеді. Сол кезде әттең ай деген сөздер басталады. Бірақ бәрі ол кезде кеш болады. Сол үшін бауырлар, көзіміздің тірісінде бірін-біріміздің қадірімізді білейік, бірін-бірімізге кешірімді болайық, бірін-бірімізді жаңағы жақсысын асырып, жаманын жасырып деген сияқты бірін-бірімізді тек қана жақсы жағынан айтатын шынайы мұсылман бауырлардан болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін.